ендеше нағыз аңыз адам туралы сөйлесейік. Мыңдаған жылдар өтсе де есімі әлі де атақты болып қалған адам туралы. Біз Ескендір Зұлқарнай туралы айтып отырмыз. Сіз оны Александр Македонский деп білетін шығарсыз. Ол патша, жаугер, нағыз көшбасшы болған. Ол жай ғана мұраға қалған патшалықты алып тақта отырған адам емес. Жоқ, бұл адамның үлкен армандары болған. Ол бүкіл әлемді көргісі келді, оны жаулап алып, әртүрлі халықтарды бір үлкен империяның астына біріктіргісі келді. Ол Македония деп аталатын кішкентай жерде дүниеге келген, бірақ оның көзқарасы жаһандық болды. Ол бір адам жеткілікті батылдықпен және нақты мақсатпен тарихтың бағытын мәңгілікке өзгерте алады деп сенді. Және білесіз бе, ол дұрыс айтты. Ол оны дәлелдеді. Бір сәтке ойланып көріңізші. Бұл адам 2000 жылдан астам уақыт бұрын өмір сүрген. Интернет, смартфондар, ұшақтар болмаған. Дегенмен оның тарихы құрлықтарға тарады. Неліктен? Өйткені ол ерекше болған. Жас кезінен бастап оны ең үздіктер үйреткен. Оның ұстазы атақты философ Аристотель болған. Сондықтан ол тек қана қатал жауынгер емес. Ол ақылды ойшыл да болған. Ол стратегияны, саясатты және адамдарды қалай шабыттандыру керектігін үйренді. Ол басқару үшін тек қана күшті қол емес, өткір ақыл қажет екенін түсінді. Күш пен ақылдың бұл үйлесімі оны ешкім тоқтата алмайтын күшке айналдырды. Ол толықтай жинақталған өз заманының нағыз супержұлдызы болды. Оның әкесі Үрд Филипп патша қуатты әскер құрды. Ол Македонияны күшейтті. Бірақ Ескендір сол негізді алып, оның үстіне империя құрды. Әкесі қайтыс болғанда, Ескендір 20 жаста ғана болған. Көптеген адамдар бұл жас бала көпке бармайды деп ойлаған шығар. Олар оны бағаламады. Бірақ ол кімнің басшы екенін тез көрсетті. Ол өз патшалығын қорғап қана қоймай, дереу шабуылға шықты. Оның миссиясы әкесінің арманын орындауға және өзінің мұрасын жасауға деген жанып тұрған ықыласы болды. Ол шығысқа, үлкен Парсы империясына қарап, келесі кезекте сол деп ойлады. Бұл одан басқа ешкімге мүмкін емес болып көрінген амбиция болды. Сонымен Ескендір Зұлқарнай кім болған? Ол қолында қылышы бар арманшыл болған. Ол соғыс шеберіне айналған философия студенті болған. Ол әлемдегі ең үлкен империяға қарсы шығуға батылы бар жас патша болған. Оның тарихы тек тарих сабағы емес. Бұл амбиция сабағы. Ол бізге бастапқы нүктеңіз тағдырыңызды анықтамайтынын көрсетеді. Кішкентай жерден шыққаныңыз маңызды емес. Егер арманыңыз жеткілікті үлкен болса, және оған жету үшін жұмыс істеуге дайын болсаңыз, керемет нәрселерге қол жеткізе аласыз. Ол шексіздікті емес, тек мүмкіндіктерді көрген адамның ең жақсы үлгісі. Бізге кейде осындай энергия қажет. Ескендірдің сапары жай ғана жол жүріс емес еді. Бұл 10 жылдан астам уақытқа созылған ауқымды әскери жорық болды. Сөмкелеріңізді жинап жатқаныңызды елестетіңізші, бірақ киімнің орнына қылыш пен қалқан салып жатырсыз. Және бір апта емес, жылдар бойы саяхаттап, бөтен жерлерде шайқасып жүрсіз. Ол Азияға әскерімен бірге өтуден бастады. Оның басты нысанасы Дарий патша басқарған Парсы империясы болды. Парсылардың әскері Ескендірдікінен әлдеқайда көп болды. Қағаз жүзінде бұл Парсы үшін оңай жеңіс болып көрінді. Бірақ Ескендірдің құпия қаруы болды стратегия. Ол өзінің кішігірім, тәртіпті әскерін қарсыластарын алдау үшін қалай қолдану керектігін білді. Бұл шахмат ойыны сияқты болды, ал ол гроссмейстер еді. Оның алғашқы ірі жеңісі Ис шайқасында болды. Бұл шешу сәт еді. Дарий патшаның өзі сол жерде өзінің үлкен әскерін басқарып тұрды. Барлығы македониялықтардың талқандалатынын күтті. Бірақ Ескендір күтпеген әрекет жасады. Ол өзінің атты әскерін Парсы шебінің ортасына Дарийге қарай тікелей шабуылға бастады. Бұл өте батыл, тіпті ақылға сыймайтын әрекет еді. Ескендірдің өзіне қарай шабуылдап келе жатқанын көрген Дарий үрейленіп, шайқас алаңынан қашып кетті. Патша қашқанда әскер де ыдырайды. Бұл үлкен психологиялық жеңіс болды. Ескендір патшаның отбасын тұтқынға алды, бірақ оларға құрметпен қарады. Бұл оның жай ғана жабайы емес, асыл жаулап алушы екенін көрсетті. Бірнеше маңызды шайқастарда парсыларды жеңген кейін Ескендір тоқтамады. Ол шығысқа қарай ілгерілеуін жалғастырды. Ол Мысырды жаулап алды, онда оны азат етуші ретінде қарсы алып, Пергаун деп жариялады. Ол сол жерде қала салып, оны өзінің атымен атады. Александрия. Ол ежелгі әлемдегі ең маңызды қалалардың біріне, білім мен мәдениет орталығына айналды.
Оның сапары қазіргі Ирак, Иран және Ауғанстан арқылы өтті. Ол шөлдермен, таулармен және өз отандарын қорғаған қатал жауынгерлермен кездесті. Бірақ ол ешқашан кері қайтпады. Оның табандылығы сынбады. Ол белгілі әлемнің ең шетіне жеткісі келді. Бұл сапар жай ғана шайқастар тізбегі емес еді. Ескендір тек жойып қана қоймай, ол сонымен қатар құрып та жатты. Жаңа жерлерді жаулаған сайын ол мәдениеттердің араласуына ықпал етті. Ол грек және шығыс дәстүрлерінің ең жақсысын біріктіретін жаңа эллиндік өркениет құрғысы келді. Ол өз сарбаздарын жергілікті әйелдерге үйлендірді. Ол кейбір жергілікті әдет-ғұрыптарды өзі де қабылдады. Ол әртүрлі халықтар арасында көпір салуға, біртұтас байланысты әлем құруға тырысты. Оның жорығы логистиканың, әскери данышпандықтың және ерік жігердің керемет ерлігі болды. Бұл ежелгі әлемнің картасын өзгерткен және ғасырлар бойы сақталатын мұра қалдырған сапар болды. Енді сіз грек патшасының Қазақстанға қандай қатысы бар деп ойлауыңыз мүмкін. Ескендірдің сапары біздің есігімізге дейін әкелді. Парсы империясын жаулап алғаннан кейін, ол ежелгі гректер Яксарт деп атаған Сырдария өзенінің жағасына жетті. Бұл өзен оның жаңа империясының солтүстік шекарасын құрады. Арғы жағында кең дала, көшпелі тайпалардың, біздің ата-бабаларымыздың, скифтер мен сақтардың мекені болды. Бұлар мақтаншақ, әрі қатал жауынгерлер еді, олар ат үстінде өмір сүрді. Олар бұл бөтен патшаға және оның әскеріне таң қалмады. Олар жай ғана бас иіп, жаңа билеушіні қабылдамайтын болды. Олар өз бостандықтар үшін күресуге дайын еді. Дала халқы өз ортасының шеберлері болды. Олар жерді, өзендерді және ауа райын білді. Олар ат үстіндегі садақшылардың шеберлері еді. Олар Ескендірдің әскері сияқты үлкен, ұйымдасқан құрамаларда соғыспады. Олар соққы беріп, қашу тактикасын қолданды. Олар кенеттен пайда болып, жауды жебелермен жаудырып, содан кейін македониялықтар әрекет етуге үлгермей тұрып, шексіз далаға қайта жоғалып кететін. Бұл Ескендір үшін жаңа соғыс түрі болды және бұл оны қатты ашуландырды. Ол оларды шешуші шайқасқа қатыстыра алмады. Ол әлемдегі ең қуатты жаулап алушы еді. Бірақ мұнда біздің жерімізде ол оңай жеңе алмайтын қиындыққа тап болды. Оның сақ халқымен кездесуі туралы атақты оқиға бар. Сақтар оған сөзбен емес, символдармен хабар жіберді. Құс, тышқан, бақа және 5 жебе. Мағынасы айқын еді. Егер сен құс сияқты ұша алмасаң, тышқан сияқты жерге жасырына алмасаң, немесе бақа сияқты батпақтан өте алмасаң, біздің жебелерімізден құтыла алмайсың. Бұл әлемнің ең ұлы жаулап алушысына айтылған батыл хабарлама еді. Бұл біздің ата-бабаларымыздың батылдығы мен рухын көрсетті. Олар оған, бұл біздің жеріміз, сіз мұнда қажет емессіз деп айтып тұрды. Ескендір даланы жаулап алу ұзақ, қанды және мүмкін емес міндет болатынын түсінді. Ол өз шекарасын нығайтып, бұл аумаққа тереңдеп кірмеуге шешім қабылдады. Сонымен Ескендір Зұлқарнай біздің тарихымыздың да бір бөлігі. Ол біздің жеріміздің шетіне жетіп, дала халқының мойымас рухымен кездесті. Оның тарихы қазақ аңыздары мен поэмаларында баяндалады. Онда ол екі мүйізді, шығыс пен батысқа билік жүргізген күшінің символы ретінде белгілі. Оның біздің шекарамызда болуы тарихымыздағы маңызды сәтті көрсетті. Бұл екі әлемнің қақтығысы болды. Гректердің отырықшы, қалалық өркениеті мен даланың еркін, көшпелі мәдениеті. Оның осы жерде тоқтағаны, біздің ата-бабаларымызды жаулай алмағаны ұлттық мақтаныш көзі. Бұл бізге біздің болмысымыздың әрқашан бір бөлігі болған күш пен төзімділікті еске салады. Сонымен біз, әсіресе бүгінгі жастар, мыңдаған жыл бұрын өмір сүрген патшадан не үйрене аламыз? Әрине бұл басқа елдерді қылыш пен жаулап алу туралы емес. Әлем өзгерді. Ескендір Зұлқарнайдан алатын сабақ амбицияңыздың ауқымы туралы. Ол кішкентай елден шыққан, әлемді билеуді армандаған жас жігіт болды. Ол өз жағдайына көз қарасын шектеуге жол бермеді. Бүгінде біздің шайқастарымыз басқаша. Олар жаңа бизнес бастау, жаңа технология жасау, ғылыми жаңалық ашу немесе әлемдік деңгейдегі суретші болу туралы. Сабақ үлкен армандаңыз. Басқаларға мүмкін емес болып көрінетін мақсаттар қойдан қорықпаңыз. Тағы бір маңызды сабақ – білімнің құндылығы. Ескендір жай ғана қатал жігіт болған жоқ. Ол ақылды болды. Ол тарихтағы ең ұлы ойшылдардың бірі Аристотельден үйренді. Ол стратегияны, мәдениетті және ғылымды түсінді. Бұл бүгінгі жастар үшін өте маңызды сабақ.
Сіздің күшіңіз тек денеңізде емес, ақылыңызда. Кітап оқыңыз, жан-жақты оқыңыз, жаңа дағдыларды үйреніңіз. 21 ғасырда білім ең жоғары күш. Кәсіпкер, инженер немесе дәрігер болғыңыз келсе де, үнемі үйренуіңіз керек. Ескендір өз мақсаттарына жету үшін білімін практикалық дағдыларымен біріктірді. Біз де солай істеуіміз керек. Білім сіз өзіңіздің жетістік империяңызды құра алатын негіз. Оның батылдығы туралы ойланыңыз. Ол әрқашан шайқастың алдыңғы шебінде өз адамдарын басқарып жүрді. Ол қауіпсіз шатырда отырып бұйрық берген көшбасшы емес еді. Ол үлгі көрсетті. Ол қауіптер мен қиындықтарды өз сарбаздарымен бөлісті. Сондықтан олар оны әлемнің соңына дейін ертіп барды. Біз үшін бұл тәуекелге баруға батылдық танытуды білдіреді. Бизнес бастау тәуекел. Жақсы жұмыс үшін жаңа қалаға көшу тәуекел. Сенген нәрсеңіз үшін сөйлеу тәуекел. Нағыз көшбасшылар өздерінің жайлы аймағынан шығудан қорықпайды. Олар қиындықтарға тікелей қарсы тұруға және басқаларды өздеріне илестіруге батылдық танытады. Соңында Ескендірдің тарихы бізге мұра туралы үйретеді. Ол жай ғана жаулап алу үшін емес. Ол жаңа нәрсе құруға, әртүрлі мәдениеттер араласып, бір-бірінен үйрене алатын әлем құруға тырысты. Ол білім орталықтарына айналған қалалар салды. Ол әлемді өзгертті. Сонымен, біз өзімізге сұрақ қоюымыз керек. Біздің мұрамыз қандай болады? Елімізге және әлемге қалай оң әсер етеміз? Из қалдыру үшін патша болудың қажеті жоқ. Сіз жақсы маман, жақсы ата-ана, жақсы азамат бола отырып жасай аласыз. Ескендір Зұлқарнай бізге амбицияға, білімге және батылдыққа толы бір адамның өмірі мәңгілікке жаңғыра алатынын көрсетеді. Содан шабыт